Ал ұстаз осы ислам діні жалпы ұлтшылдыққа, яғни патриотизмге қалай қарайды жалпы? Яғни өз ұлтын сүю, ұлтшылдық болу. Енді бұл жерде мынандай нәрсе бар да. Енді бұл сұрақ бүгінгі таңда мына біздің қоғамда кішкене мына дін бірінші кезекте тұра ма, одан кейін ұлт бірінші кезекте тұра ма деген сияқты. Бірінші дін, одан кейін ұлт, бірінші ұлт, одан кейін дін деген сияқты ұстанымдарды көріп жатамыз. Талас тартыс сондай жаңағы бір-бірін жазғырып, адамдар бір-бірін жаңағы сынап мінеп жатады. Негізі дін деген ұғым, бұл дін деген құндылық, бұл өз алдына бір үлкен бір құндылық. Сондай-ақ ұлт, жаңағындай ұлыс деген, ол өз алдына бір құндылық. Яғни мына дін бірінші кезекте тұрады, одан кейін ұлт келеді, яғни деп бір-бірінің үстіне қоятындай, бір-бірінен жоғары қоятындай нәрселер емес олар.